Домбыраның пернесінде ән ғажап, домбыраның шанағында зарлазап, қазақ болып қалды мәңгі домбыра, домбыра болып қалсы екен ау әр қазақ. Домбыра қазақ елінің көне көшежіресі, ұлттық кодымыздың айнымас бөлігі. Елімізде шілденің 1 жексенбісі ұлттық домбыра күні болып бекітілді. Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Дина, Сүгір сынды бабаларымыздан мирас болып қалған күй өнерінде дамытуда бұл күннің алар орны ерек болмақ. Данагөй нешек дарынды, өтті ғой жүрек толқытқан, алдолар бастау сарынды, қоңыркей баба қорқыттан. Жалғады сондай ақ міндет. Асандай аңсап азат күн, Құрманғазы, Тәттімбет, қос дүлділі қазақтың. Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз ұлттық музыка өнер аспанында жарық жұлдыздай жарқырап өткен 8 қырлы, бір сырлы талантымен, өнерпаздығымен танылған суреткер, күйші, композитор Тәттімбет Қазанғабылына арналады. Тәттімбет Қазанғабылы 1815 жылы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Дастар тауының етегінде дүниеге келген. Небәрі 45 жас ғұмыр кешіп, 1860 жылы дүние салды. Тәттімбет Қазанғабылының 40-тан асқан күйлері Сарозен, Шайып қалды, Қоспасар, Сылқылдақ және тағы басқа да күйлері қазақ мәдениетінің бір үлкен бөлшегі. Сондықтан да ол халық жүрегіне берік орнап, сұлулықтың, ізгіліктің бір мұрасы болып қалады. Тәттімбет күйлері музыка өнеріміздің алтын қорына қосылып, халқымыздың рухани мұрасын байыта түседі. Қарағанды қаласында Тәттімбет атындағы музыкалық өнер колледжі бар. 1952 жылы ашылған бұл оқу орны қазіргі уақытта республикамызға белгілі оқу орындарының бірі. 1973 жылы училищеге күйші композитор Тәттімбет Қазанғабылының есімі берілді. Тәттімбет Қазанғабылы талай-талай додалы күй айтыстарына түсіп, қарсыласын тосылту үшін домбырада қалыс, шалыс, теріс, қосақ бұрауларын көп қолданған. Дәулескер домбырашылармен күй айтысына түскенде домбыраны бірде башпайымен қағып, келесіде ұстарамен тартып, енді бірде пернелерін қиып тастап тартып өнер көрсеткені туралы қызықты әңгімелер ел ішінде айтылады. Домбырашылық өнер арғы ата тегінен дарыған. Әкесінің інісінен алғаш рет домбыраны сол кісіден үйренген. Анасы Ақбөпеден тәрбие алады. Тәттімбет күйлері өмірді терең түсінген, ойшыл, қиялшыл жанның сыры мен сезімін аңғартады. Ол негізінен лирикалық композитор. Шығармалары философиялық түйіндермен астасып жатады. Ал музыка тілі көңілге қонымды, тез жатталғанымен орындауға қиын, күрделі болып келеді. Тәттімбет күйлеріндегі лирикалық сарындар, әуен толқындары қазақтың кең даласы мен оның сұлу табиғатын суреттейді. Ақсақ киік.